Баршаңызға сәлем достар. Бүгін ешқандай майсыз пеште пісірілген пайдалы наггетс дайындайтын боламыз. Әдеттегідей мені қолдап, видеоға лайк басып, соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Алдымен тауықтың төсегін қалыңдығы 2-3 см болатындай етіп, ұзынша кесеміз. Егерде еттің сүйектері болса, алып тастаңыздар. Енді бір жұмыртқаның үстіне кептірілген 1 шай қасық паприка және де 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызға 1 ас қасық ұн қосып, толықтай біркелкі массаға айналғанша араластырамыз. Енді жұмыртқалы салмамызға тауығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді тауықтарымызды панировкаға салып, панировка толықтай еттің бетін қабатталғанша араластырып, пергамент қағазы төселген противеньге орналастырамыз. Тауықтардың арасына 2-3 см орын қалдыруға ұмытпаңыздар. Дайындап болған наггетсыларымызды 180 градус қызып тұрған пешке 20-25 минутқа дайын болғанша жібереміз. Осымен біздің пайдалы наггетстеріміз дайын. Наггетс өте қытырлап, әрі дәмді болып шығады. Бұндай пайдалы наггетстерді қорықпай балаларыңызға ұсынсаңыз болады. Әрі екінші тағам ретінде және де кез келген дастарханның сәні болатынына сенемін. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.